заводқа тәулігіне 1000 тоннаға жуық қатты қалдықтар келіп тұрады, қабылдаймыз. Сол қалдықтардың барлығы сұрыптаудан өтеді. Сұрыптау барысында осы заводта жаңағы келген қалдықтардың 15% ғана сұрыпталып, сол қайта өндіріледі. Өйткені қалдықтардың барлығы араласқан түрінде түсіп жатыр. Айта кетерлік, осы заводта бірнеше цехтер бар. Біреу сұрыптау цехы, біреу қайта өндіру цехтері. Пластиктің барлық түрлері бізде өндіріледі. Одан пластиктан балқылау ретінде гранулдар шығарылады. Сол гранулалар шикізат ретінде басқа мамандырылған кәсіпорындарға сатылады. Тағы бір цех бар, ол цех Эковата цехы. Ол кәдімгідей түскен жаңағы қағаздарды майдалап, әлгі бура мен борын қышқылы қосылып, Эковата құрылыс материал шығарылады.